Назарбаев жіберді, алып бар апаны. Апа деді, жалғыз сенің анаң емес, елдің анасы деді. Ғасыр әні боларлық талай әнді туғызған композитор Марат Омаров ән әлемінде 30 жылдан бері қанатын кеңге жайып шарықтап келеді. Халық берген шабыт арқылы композитор сол халқына әннен сый тарту етеді. Ал бүгінгі кешке қатысқан өнерпаздарға Омаровтар отбасы сыйлық табыстауды жөн көріпті. Жомарт композитордың бұл кеші сонысымен де ерекшеленді. Алания қаласында Азура парк деп аталатын үлкен қонақ үйінде демалыс тегін. Сол біздің үлкен өнер жұлдыздарына беріп атқан сыйлығымыз. Өйткені сіздер жақсы білесіздер, 2 жылдай Марат Түркияда жүрген кезде, Түркияда үлкен инвесторлар бұл кісіге 5 жұлдызды отельден өзінің апартамент сыйлаған. Сол апартамент біздің атымызда болғандықтан біз неге оны өзіміздің мынау жұлдыздарымыздың осылай шаршап жүрген кезінде барып демалуына өзіміз қолдау көрсетіп жатырмыз. Халқым сүйген әндер ай кешінде ел ықыласына бөленген әндер мен әншілер бас қосты. Марат Омаров қазақ эстрадасындағы қаншама өнерпазды қанатының астына алып қамқорлық танытып келеді. Соңынан ерген әнелері аға деген ыстық лебіздерін білдірді. Марат Омаров ағамыздың бүгінгі кешін шын жүректен құттықтаймын. Өте сәтті өтіп жатыр. Өте сағынып қалған халық. Бұл кісінің әндерінің барлығы шетінен хит қой. Әр қазақ айтып жүреді. Бүгін өте қуаныштымын Марат ағам. 30 жыл ән әлемінде деп концерт беріп отыр. Мен өлмейтін өлеңдер шығарды деп ойлаймын. Ғасырдан ғасырға кететін әндер шығарды деп ойлаймын. Қай бір әнін алсаңыз, ана туралысының өзі үлкен классикаға айналды. Әке туралы жыр қандай. Енді көптеген әндерін мен жатқа білемін, шынын айтсам. Әлі күнге дейін ел дастархан басында болсын, қай кез келген үлкен сахналарда болсын, Марат ағамның әнін тебіренбей айтпаған әншіні көрген жоқ. Ағамызға ризашылығымды білдіремін, дені сау болсын деймін. Талай әлі жақсы дүниелер, елге керек әндер шығара берсін. Өнердегі қамқор аға үйде қандай әке екендігін көбі біле бермес. Балалы үйде ұрлық жатпас дегендей, Марат Омаровтың қызы Бибі Мариямнан үйдегі Марат Омаров жайында сұрап білдік. Әкем кейбір кезде қатал болып қалады, кейбір кезде өте сондай ақ көңіл, бәрін алып береді сұрасанда. Кейбір кезде осындай қатал болып қалады. Біздің үйімізде өте көп аспаптар бар. Соларға отырып түнде ән жазады. Өзінің шабыты келген соң, өзі шабыты осылай келгеннен кейін мен осы түні бойы түнге дейін отырады ән жазып. Бізге көршілеріміз келіп айтады, кішкене қиыншылық боласыздар ма деп. Біз айтамыз, біз өнердің адамдарымыз ғой, олай болмайды деп. Біз өлең шақырамыз, шабыттарымыз келеді осылай. Марат Омаровтың әндері сан түрлі тақырыпта. Солай бола тұра әр әні тыңдарманды өзіне баурап алады. Анашым мен алғашқы махаббат әні ғасыр әні. Сан қайталап шырқалса да жаңа тыңдап тұрғандай боласың. Шын мәнінде Марат Омаров өмір мен өнерге ғашық жан. Арман Құдайберген, Елдар Мұқаш, Күліп оян, Алматы.